Сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен ерекше котлеттер жасаймыз. Бұл котлеттің ерекшелігі шашылмайды және езіліп кетпейді, себебі пеште піседі. Ең алдымен бізге керегі тартылған ет және пияз. Пиязымызды ұсақтап турап алуға да болады, немесе блендермен де өткізуге болады. Шұңқыр ыдысымызға етімізді, пиязымызды салып аламыз. Оның үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш, өзіңізге ұнаған дәмдеуіш және де тұз саламыз. Одан бөлек бір жұмыртқа және жарма саламыз, яғни манная крупа саламыз. Бәрін салып араластырамыз. Қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып езіп алғаннан кейін шыққан массаны ұрғылап аламыз. Бұл котлеттеріміздің жабысып бір-біріне шашылмай пісуіне жақсы әсер етеді. Котлеттеріміз дайын, енді қолымыздың көмегімен котлетіміздің пішінін формасын жасау ғана қалды. Табамызды жұқалап майлап аламыз, үстіне дайын котлеттерді қойып шығамыз. Бір-біріне жабыстырмаймыз, кішкене алшақ қоямыз. Егер қолымызға жабысып жатса, қолымызға аздаған май жағалауға болады. Котлеттердің ортасын видеодағыдай қолымызбен басып аламыз және қызып тұрған пешімізге 190 градуста 20 минутқа қойып аламыз. Котлеттерді салып алдық, енді біз пюре жасауға кірісеміз. Пісіп тұрған картопымызға сары май және сүт құйып езіп аламыз. Аздаған тұз саламыз. Пюреміз дайын, енді котлетіміздің үстіне котлеттің формасын жасап, үстіне қойып шығамыз. Қатты көп те болып кетпеу керек, немесе аз да болып қалмау керек. Қолымызды майлап жасасақ, өте ыңғайлы, жабыспай жасалынады. Менде 8 котлет шықты. Осы пюремізді 8 котлетке орналастырып болғаннан кейін 1 стакан су алып, оған үлкен қасықпен 1 қасық томат пастасы, немесе кіші қасықпен 2-3 томат пастасын қосып араластырып, осы табамызға құйып аламыз. Құйып болған соң қызып тұрған пешімізге қайтадан апарамыз. Мен котлеттерімнің жанына күрішпен беремін деп шештім, сол үшін күрішімді пісіріп алайын дедім. Қызып тұрған қазанға май құйып, күрішімізді жуып, тазалап үстіне саламыз. Салып біраз қуырып, үстіне су құйып қайнатамыз. Тұз салуды да ұмытпаймыз. Бетін жауып қоямыз. Біздің күрішіміз пісіп жатыр. Келесі кезекте ірімшік. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз, орташа. Өткізіп болған соң пюреміздің үстіне сеуіп шығамыз. Егер ірімшікті қатты жақсы көрсеңіз, көбірек сепсеңіз де болады. Кез келген ірімшіктің түрі жарай береді. Қайтадан пешімізге салып, 10 минут тосамыз. Біздің котлеттеріміз пісіп дайын болды. Ерекше, дәмді және езілмеген, құрғақ та емес. Өз қалауыңызша әсемдеп ұсынсаңыз болады. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Жұлдыз. Менің каналым ұнап жатса, жазылып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен чесночный хлеб жасайтын боламыз. Ол үшін бізге нанның жартысы керек болады. Және соус үшін 1-2 бас сарымсақ, бөлме температурасындағы сары май және майонез керек болады. Бәрін салып араластырып, батонымыздың үстіне жағып шығамыз. Біздің соусымыз дайын болғаннан кейін ыңғайлы болып тұру үшін батонның астыңғы бөлігін кесіп алдым. Сіздер өздеріңіз ішкі жағына соусымызды жақсылап жағамыз. Батонның ешбір жерін қалдырмай, шет жағына да жағып шығу керек. Соусты жағып болғаннан кейін үстіне ірімшігімізді сеуіп шығамыз. Ірімшіктің үстіне дәм үшін аздап шымшым тұз сеуіп шығамыз. Қалауларыңыз бойынша үстінен ас-көк және паприка себуге болады. Әдемілік үшін және иісі шығып тұру үшін себемін. Нанымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пешке 10 минутқа салып аламыз. Қытырлап піскен нанымыз дайын. Бірінші сорпа тағамдарымен бірге берсе болады. Сіздерге ас болсын. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Жұлдыз. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге оңай және тез пісетін қолжетімді пирог жасап үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар. 2 жұмыртқамызды алып, үстіне қантымызды салып, венчиктің немесе миксердің көмегімен араластырып аламыз. Болған соң үстіне майымызды, шымшым тұз және сүтімізді құйып араластырамыз. Енді ұнымызға ұн қопсытқышымызды салып, араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнды 2-ге бөліп салуға да болады, немесе бәрін бірге салуға да келе береді. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алуды ұмытпаймыз. Үстіне 2,5 немесе 3 қасық мак саламыз. Оны да араластырып аламыз.
бәрін араластырып алдық. Біздің пирогымыз жартылай дайын. Енді формамызды майлап, оның үстіне құйып аламыз. Үстіне жеміс-жидектер кез келген немесе тосап та салуға болады. Осылай әрлеп болғаннан кейін пирогымызды 30-35 минутқа 180 градустағы қызып тұрған пешке салып аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.